Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін керемет бір қамырдың рецептімен бөліскім келеді. Бұл қамырдың жаңағы рецептімен осындай картоп қосылған пирожки, таба нан пісіруге болады. Міне қараңыздаршы, өте жұмсақ болып шығады. Тіпті қантты көбірек қосып, тәтті булочки деп пісірсеңіздер де болады. Мен осылай таба нан пісірдім. Өте керемет болып шығады. Бұрыннан келе жатқан рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір мен астына қанша жаңағы ингредиент керек екендігін жазып кетемін. Алдыменен қамырын жасап алайық. Ол үшін мен осындай кесеменен 3 кесе жылы су құйып аламын. Жаңағы бұл менде шайнекте жылы су, жалпы қайнаған суын біраз суыған. Кейін осы жаңағы судың үстіне қантымызды қосамын. Және де тұз қосамыз. Және де ашытқы қосамыз. Ашытқы мен Юва деген маркалы ашытқыны қосам. Өте тез көтеріледі. Шамаменен 2 ас қасықтай қосамыз. Және де сұйық май қосамыз. 6 ас қасықтай сұйық май қосуымыз керек болады. Және де жұмыртқа қосамыз. Мен үй жұмыртқасын қолданғандықтан менікі сап-сары болып шығады. Сіздер кез келгенін қолдана берсеңіздер болады. Кейін венчикті алып, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Жақсылап тұрып венчикпен араластырып болғаннан кейін ұнымызды салатын боламыз. Мен ұнды бөліп саламын. Жалпы орта есеппен менде 1 келі 100 грамм ұн кетті осының барлығына. Мен тек бөліп қамырды жұмсақ етіп иледім. Қыздар, бұл жердегі ең басты қағида, ең бастысы ұнды көп салмау. Яғни егерде сіздер қамырды қатты тығыздап тастайтын болсаңыздар, онда оның іші үлпілдек болмайды. Ол іші қатты болып шығады. Сол себепті ұнды жалпы көп салмауға тырысу керек. Кішкене жабысқақ болуы мүмкін, бірақ қатты жабысқақ болмайды, қолға жақсы болып үйленеді. Ең бастысы қатты көп салып, жаңағы қамырды қатты ет тастамауларыңыз қажет. Сол себепті де мен осылай бөліп саламын. Себебі әркімнің тұзы әртүрлі болады. Міне осындай болып үйленді. Мен тез көтерілу үшін осылайынан орап қоямын. Сонда, яғни өте тез пищевая пленкамен орап қойсаңыздар, өте тез көтеріледі. Жақсылап тұрып 1-2 қабаттап орап қоямын, ішіне ешқандай ауа кірмеу үшін. Жалпы менікі 1 сағат 20 минуттың ішінде наным негізі көтерілді. Енді қазір қамыр көтерілгенге дейін мен жалпы сіздерге салмам, яғни мен пирожки жасаймын. Сол себепті картопымды пісіріп алдым. Дәміне қарай тұз қосасыздар. Содан кейін сүт қостым. Үйде менде кішкене қаймақ бар екен, сол қаймағымды қоса салдым. Жалпы өздеріңізге қалай ұнайды, солдай етіп жасауларыңызға болады. Бұл жерде бір нақты қағида жоқ. Және сүтпенен тек қана тұзды салуларыңызға болады. Менде азғантай мөлшерде үйдің қаймағы болғандықтан мен аздап соны салдым.
Және де картоп езетін құрал болса, картоп езетін құралмен немесе тіпті қасықпен немесе оқтаумен езіп қоюларыңызға болады. Енді бұл менде ыстық қалпында, сол себепті қамырым көтерілгенге дейін бұл картоп езбесі де менде суитын болады. Осылайдан езіп дайындап қоясыздар. Жұмсақ тәп-тәтті болып шығады. Қалауларыңыз бойынша блендермен де езуге болады, енді кімге қалай ұнайды. Бірақ мен осылай жасаймын әрқашан. Мен аз мөлшерде жасаған ұнатамын. Себебі отбасымыз үлкен емес. Сондықтан көп жасамаймын. Енді міне 1 сағат 20 минуттың ішінде менің қамырым осындай үлкен болып көтерілді. Сыртындағы жаңағы пленкамды алып тастап, тек ең жаманы осы пленканы алу өте қиындау аздап, себебі оған қамыр жабысады. Ақырын алып тастап, мен бұл қамырымды екіге бөлемін. Бір бөлігінен мен таба нан пісіремін, ал бір бөлігінен пирожки пісіремін. Мен сіздерге, яғни бұл осы жаңағы қамырдан өте жұмсақ таба нан, өте жақсы пирожки шығатын көрсетіп кім келеді, сол себептен екі түрлі етіп пісіремін. Қамыр жұмыс жасауға өте сондай жақсы. Егер де қолға жабысатын болса, азғантай мөлшерде ұн сеуіп, бірінші шеттерін жинап алып, жалпы қамырмен жұмыс істеп жүргендеріңіз болса, өте оңай жұмыс жасалады негізі. Бұлайынан ұнға аунатып алсаңыздар да болады. Кейін осы қамырды екіге бөліп, бір бөлігінен мен қазір противинге мен жалпы сұйық майды жағып қойдым. Пергамент қолданбаймын. Осы бір бөлігін мен батон нан етіп жасап қоям. Ал жарты бөлігін мен қазір жарты бөлігінен мен пирожки жасайтын боламын. Нанымызды жайып аламыз. Қатты жұқа етіп емес, бір шамаменен 1,5 сантиметрдей қалыңдықта жайып алсақ болады. Нанымызды оқтаумен жайып аламыз. Кейін өздеріңізге ұнайтын көлемді аласыздар. Мен осындай кесе алдым. Осындай дөңгелек етіп кесіп аласыздар дағы. Шеттерінен аздап тартыңқырап жіберуге болады. Осының үстіне бағанағы біздің дайындаған салмамызды, яғни картоп езбемізді салып, шеттерінен жауып, пирожкидің формасын жасаймыз. Өте оңай. Дәл видеода етіп жасасаңыздар болады. Міне осындай етіп барлығын жасап шығамыз.
Барлығын жасап болғаннан кейін жұмыртқаны алып сарысын аздап сүт қостым. Менде үйдің жұмыртқасы болғандықтан былай сап-сары жұмыртқа. Сүтінен жағып шығасыздар. Нанның да сүтіне жағасыздар. Мен алдыменен нанды противенге салып қойдым да, кейін пирожки жасадым ғой, сол себепті де менің наным пирожкиді жасағанға дейін қарасаңыздар көлемі жағынан үлкейді, жақсы болды. Кәдімгідей батон болып шықты. Осылайынан барлығын жағып шығасыздар да, 180 градуста қайнап тұрған пешке, қызып тұрған пешке шамаменен 40 минут. Енді менің пешім бойынша Electrolux 40 минуттың ішінде пісті. Үсті сарғайып піскен кезде ол іші де пісті деген сөз. Осылайынан барлығын жағып шығасыздар. Мен бірінші противенде осыны пісіріп алып, келесі противенде менде пирожкилерім пісті. Міне қыздар, дайын болып шықты. Бұл міне алғашқы партиясы. Өте керемет болып шығады қыздар. Өте жұмсақ. Тіпті қантын көбірек қосып, булочки жасасаңыздар да болады. Бұл екінші партиясында менде тек қана пирожки шықты. Жұмсақ қыздар. Видеоның өзінен де көрініп тұр қандай жұмсақ екені. Өте дәмді. Менде тіпті кішкентай бір наным қалғаннан, міне дөңгелек етіп булочкиді жасай салдым. Кез келген начинка қосуға болады ішінен. Мынандай нан болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, жарастарыңыз дәмді болсын.